Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүт тығыз тортын жасап үйренетін боламыз. Алдымен бөлме температурасында еріп тұрған маймен 2 жұмыртқаны ыдысқа салып аламыз. Артынан алдын ала дайындап қойған сгущенкамызды құямыз. Бұл тортты жасаған кезде міндетті түрде сапалы сгущенка таңдауға тырысыңыздар, және де қоюлығына да көбірек мән беру керек. Қоспаларымыз дайын болған кезде миксермен шамамен 3-4 минут немесе 5 минутқа дейін жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне осылай араласып жатқан кезде ұнды саламыз. Ұнды бірден салмай бөліктерге бөліп, араласқанын күтіп, солай салсаңыздар да болады. Мен қамыр қопсытқышты жеке салмай, бірге ұнмен араластырып салдым. Сол үшін салуды ұмытып кетпеңіздер. Мінекей достар, қамырымыз дайын болды. Қамыр өте жеңіл, сондай үлпілдек болып шығу үшін міндетті түрде қою болмау керек. Осындай видеодан көріп тұрғандарыңыздай сұйық болып шығу керек. Ендігі кезекте қамырды пісіру үшін мен осындай қамыр кілемшесін пайдаландым. Ондағы 25 диаметрін және де осындай пергамент қағазын қолданатын боламын. Сіз міндетті түрде пергамент қағазының қымбат болған түрінен алсаңыздар, тортыңыз жабыспай жақсы пісетін болады. Сол үшін пергамент қағазын алғанда көбірек мұқият етсеңіз жақсы болады. Мінекей видеодағыдай 30 диаметрдан бастап қиямын, бірақ 25 диаметрмен пісіремін. Осылай артығымен қиып алсаңыздар жақсы болады достар. Осылай қиып алғаннан кейін қағазымызды аударып, келесі бетіне қамырды салатын боламыз. Осындай диаметрді алу үшін міндетті түрде осындай кілемше болу маңызды емес. Үйде тарелка болса, соны қойып, сызып алсаңыздар да болады. Мен 25 диаметр үшін 2,5 қасық қамыр салдым. Егер де сіздің формаңыз немесе алған диаметріңіз үлкен немесе кіші болатын болса, онда 2,5 қасық емес, оны көбейтіп немесе азайтуыңыз керек. Видеодан көрсеңіздер, мен жұқа қылып жағып жатырмын. Піскен кезде де өте нәзік болып, жұмсақ болып піседі. Алдын ала 180 градуста ысытылған пеште қамырымызды пісіріп аламыз. Мінекей біздің күлшеміз дайын болды қыздар. Өзі нәп-нәзік жұқа болып шықты. Егер қалың қылып жағатын болсаңыздар, бұдан тағы да қалың болып шығады. Негізінде осылай жұқа қылып пісірген тағы да дәмдірек. Менде барлығы осындай күлшелерден 8 дана шықты. Ал енді кремін дайындау үшін тоңазытқышта тұрған 33%-ық сливкиді қолданамыз. Сливки таңдаған кезде міндетті түрде 30 және 33%-ық сливкидан алған дұрыс. Әйтпесе, егер төмен болатын болса пайызы, онда крем жақсы болып шықпайды. Сливкиді ең алдымен төмен дәрежеде, одан кейін жоғары дәрежеге дейін апарып араластырамыз. Ішіне осылай араласып жатқан кезде қант ұнтағын ақырындап, шамалап салып отырамыз. Осылай барлығы көпіріп араласып жатқан кезде творожный сырды қасықтап бір-бірден қоса бастаймыз. Ол кезде миксеріміздің жылдамдығын азайтып қоямыз. Барлығы шамамен осындай қою консистенция болғанға дейін араласу керек. Менікі шамамен 5-6 минут болды. Және де ең қатты жылдамдығында араласты. Ең соңында дайын болғанын білу үшін мінекей осылай қасыққа салып көрген кезде байқайсыздар. Одан кейін дайын болып піскен күлшелерімізге жаңағы кремімізді барлығына тең бөлікке бөліп шығамыз. Дайын болғаннан кейін мінекей осылай кремімізді барлық жеріне жететіндей етіп жайып шығамыз.
Мінекей қыздар, тортымыз дайын болды. Ең соңғы күлшемізді қойып, барлығын креммен сәндеп сервис жасаймыз. Кремі қалың болған сайын тортымыз соғұрлым дәмдірек болатынын ұмытпау керек. Сол үшін барлық жеріне жететіндей етіп жағып шығамыз. Сүтті қыз торты толығымен дайын болды қыздар. Егер қалауыңыз болса, міндетті түрде жеміс-жидектермен сәндеп сервис жасасаңыз болады. Торт дайын болғаннан кейін тоңазытқышқа ең азы 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Сонда тортымыз кремдері барлығы сіңген, дәмді болып шығады.